Отбасы болу ол кәдімгідей қызмет жасау. Семья – это служба. Но это служба не мужу. Соны біліп алу керек. Это служба для семьи. Вы все это делаете не для мужа, а для укрепления этой семьи. Точно так же и муж делает для семьи, и точно так же женщина делает, и жена делает для семьи. Отбасы болу ол қызмет ету. Бірақ ол қызметті күйеуіңе емес. Оны тек сол отбасының өзіне жасайсыздар. Сіздер не жасасаңыздар да, сол отбасы үшін жасайсыздар, біліңіздер. Отбасыға жасайсыздар. Әрбір жасаған қадам, әрбір жасаған іс сол отбасының бекітілуіне, отбасының мықты болуына, тірегі нық болуына жасалынатын іс-әрекеттер болу керек. Сіз жасаған нәрселердің барлығы серік көрсе екен, берік мақтаса екен деген оймен жасайтын болсаңыз, демек сіз отбасы үшін ештеңке жасап жатқан жоқсыз. Сіз тек қана сол адам үшін жасап жатырсыз, біліңіз. Ал отбасыда ол жерде екі адам бар, екі қызметші бар, екі күзетші бар. Және соның екі тірегі бар отбасының. Ол әйел мен күйеуі. Ол сенің атаң, енең, көшең, туысқаның, 1045 туысың емес. Олар сендердің әулеттерің. Шатаспаңыздар. Ал нағыз отбасы ол екі адамнан құралады. Бала үшін емес жасап отқандарыңыз. Ең бірінші отбасы болу, ол ең бірінші екі адамның қалауы, екі адамның еңбегі. Бала одан кейін келеді. Ешкім отбасыға келген кезде, 5-6 баласын ертіп келмейді. Бірінші қыз бен жігіт қосылады. Қыз бен жігіт қосылады да, екеуінің мойнына жауапкершілік ілінеді. Сол жауапкершіліктермен олар отбасы болады. Отбасы болғаннан кейін әрбір жасаған іс-әрекеттеріне жауап бере отырып, ол отбасыға бала келеді. Ол отбасының жемісі, ол бала. Ол отбасының жемісі екеуінің түсінігі. Бірақ отбасы деген ол күйеу емес. Отбасы деген күйеудің несі емес, тыныштығы емес. Біз отбасыда не істесек те күйеу үшін жасамаймыз. Біз отбасы үшін жасаймыз, біліңіз. Отбасы үшін. Сен көр деп жасадым. Біз бір-біріміздің тырығымызды, жырығымызды жауып тұратын лейкопластир емес біз. Біз бір-біріміздің минустарымызды көрсетпей, ашпай, оны анық сөйлеспей, оны жауып тастайтын бір-бірлерімізді андай спасательдар емес біз. Отбасылық өмірде кешірілетін нәрсе бар және кешірілмейтін нәрселер бар. Біз кешіретін нәрсені кешірмейміз, кешірмейтін нәрсені кешіреміз. Содан кейін барып жүреміз. Кешірмейтін нәрсені кешіреміз де, содан кейін өзімізді өзіміз жей бастаймыз. Ал бір кешіруге тұратын нәрсені кешірмей кетіп қалғаннан кейін өмірлеріңізге өкініш келетін болады. Білесіздер ғой, көп уақыт өте келе ерлі-зайыптылар өкінеді, особенно әйелдер өкінеді. Бір тарыс бір шешімдерден кейін. Сол үшін ажырасуға асықпау керек. Ажырасудан кейін сіз бүгінгі көріп атқан сезімнен де одан да қатты сезімдер келеді. Сіздер оларды игере алмай қалуларыңыз мүмкін. Сол үшін отбасы деген ол қызмет. Қызмет. Отбасыға қызмет. Басқаға емес, отбасыға қызмет. Бүгін не жасап жатырсыз, тек отбасыға. Бірақ отбасы деген бір адамның жұмысы емес. Екі адамның бірдей жұмысы.